Бұл енді Южный Кореяда жасалған біздің VIP International компаниясының разработкасы бойынша. Ішінде корень красного женьшеня бар, золотой пластырь дейміз, универсальный, бәріне келеді. Белің ауырса беліңе, еркек адам қуға ауырса, жаңағы простата болса, қуыққа да прямо жабыстырып қою керек. Әйел адамның жатырына жабыстырып қоюға болады. Басыңа ауырса қиып басқа жабыстырасыз. Иыққа, хондроз, мысалы мен қолым көтерілмей қалған, Құдайға шүкір қолым запросто көтеріледі. Мынадан артық көтерілмейтін, орамалымды таға алмайтынмын. Сонан кейін не бар? Суық дегенде немерелерім, мысалы қазір аптеканың дәрігерден жүгірмейміз. Үйде суық дейді ма? Немерелердің кеудесіне, жауырына, екі табанына жабыстырамыз. Сонымен қатар мынандай күміс су бар. Күміс судың өзі ыдысы бар, бірақ күміс суды біз маған қосып аламыз. Сонда бұны үнемі бетке сеуіп отырға болады. Бұл природный антибиотик. Немерелерім осының арқасында емделді. Әлия сіздің өзіңіз немереңізге кішкентай ғана осының жартысына ғана беріп жіберген. Таңертең дейді, айк айтады кешеді. Баланы түнде ангина дейді. Гнойный ангина дейді. Маған звондайды, не істеймін деп. Түбінде ғана қалып дейді өзіне, соны беріп жіберген дейді Әлия. Осын түні бойы біткенше аузына септік, таңертең гной жоқ дейді. Понимаете? Сондықтан да осы пластырды тамаққа да жауға болады, басқа да жауға болады енді. Чудо пластыр.